Бүгінгі кешке біз бірнеше апта дайындалдық. Бүгін енді барлығы сәтімен өтеді деген ойдамыз. Осы Ұлы Отан соғысындағы жеңіспен аяқтауымызға енді 80 жыл өтті. Баршаңызды, сіздерді де, барша қазақстандықтарды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке біз үшін, жалпы осы Қазақстандағы тұрып жатқан әрбір қазақстандық үшін, ұлт өкілдері үшін өте маңызды мереке. Әрине ешкім ұмытылмайды, ешкімнің есімі де ұмытылмайды, ешкімді ұмытпаймыз. Осыған орай осы Шығыс Қазақстан облыстық филармониясы мен Станислав Цехтан театр ұйымдастырып отырған бейбітшілік әндері атты осы концерттік бағдарламамызды қазір көрермен назарына ұсынамыз. Баршаңызды осы мерекемен тағы да құттықтаймын. Айтып өткендей, осы залда біз неше апта дайындығымызды өткізіп жатырмыз. Осы филармония әріптестері бар, және де Станислав Цехтан театрының әртістері бар. Бұл жерде енді 100-ден астам әртістер өнер көрсетуде. Бүгін енді өте көп номерлар болады, халықтың көңілінен шығатын әндер болады, әртүрлі тілде, әртүрлі жанрдағы әндер болады. Сондықтан бұл бүгінгі концерттік бағдарлама көрерменнің көңілінен шығады деген ойдамыз. Забьется с востока.